Ассаламуалейкум бәріңізге, қалайсыңдар? Сол бүгін сендерге Америкадағы кішкене азық-түлік бағаларын көрсетіп кеткім келеді. Азық-түлік бағалары қанша тұрады примерно? Қазір Walmart деген магазинға келдік, супермаркет үлкен. Кеттік. Walmart'тағы пияздың бағасы 78 цент тұрады, ол примерно 400 граммы 300 теңге тұрады. Килограммы где-то 600-700 теңгенің айналасында қазіргі кезде. Мысалы, мына қарбыздың 3 штугы $4. $4 ол где-то 1500 теңгенің айналасында. 1 штугы. Мына жерде ананас, апельсиндар сатып жатыр. Апельсин 1 штугы где-то 200 теңгенің айналасында. Ананастың 1 штугы так 800 теңгенің айналасында. Примерно 2 литрлік кола. 2 литрлік кола $1.68 тұрады, ол где-то 600 теңгенің айналасында тұрады. Міне су, Америкада көптеген адамдар суды сатып алады. Судың бағасы $3.98, $4. Так, 1200 теңге тұрады. Мына үлкен бір блок 1200. Қанша штук бар ішінде? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 40 штук. 40 штугы 1200 теңге. Walmart магазинында үлкен супермаркет. Керек заттардың почти бәрі бар. 90% заттардың бәрі бар. Киім керек па? Детский киім, үлкендерге арналған киім, тамақ, машинаға керек заттар бәрі бар. Картошканың бағасы 98 цент. Примерно 400 граммы 98 цент. Килограммы где-то 500-600 теңгенің айналасында. Америкада Walmart ішіндегі нанның бағалары. Міне қарапайым нан. Міне осындай жұмсақ нан $2.48 тұрады. Кесілген нан $2.48 теңге есептегенде 700-800 теңгенің айналасында. Нан өте қымбат, $2.68 бар. $1 нандары бар, ол батон болып есептеледі, кішкентай. Нандай сэндвичке арналғандар вообще $4 тұрады. $4 ол 1000 теңгенің айналасында. Енді тауықтың бағалары. Міне куриный филе бір осындай несі где-то $12 тұрады, ол 3000 теңгенің айналасында. 400 граммы $2. Курицаның аяқтары, куриные ножки $6.93 тұрады, осындай бір короба. 400 граммы $1 примерно. Міне жұмыртқалардың бағалары. Жұмыртқа, міне жұмыртқа 18 штук. 18 штук жұмыртқа $1.48, где-то 500-600 теңгенің айналасында тұрады 18 штугы. Жұмыртқалар әртүрлі. Мына жерде бар жұмыртқалар. Міне таж 56 цент дейді. 6 штугы 56 цент, где-то 200 теңге. Біздің ішетін сүттер. 2 литрі $2.31. Ол примерно так 700 теңгенің айналасында. Ал 3 литрі $3.77. Ол примерно 1200 теңгенің айналасында. 1200-1400 айналасында. Сүттер мына жақта пакетпен кішкентай көп сатыла бермейді. Үлкен галлонмен сатылады. 3 литр, 2 литр сразу. Примерно натуральный соктардың бағалары. Міне қораптағы натуральный соктың бағасы $1.50. Ол примерно где-то 500 теңгенің айналасында. 2 литрі 500 теңгенің айналасында. Ал мынандай примерно осындай бусиндағы сок $6 тұрады. Ол примерно 2000 теңгенің айналасында. Соктардың бағасы осы жалпы 2.38, 1.18, міне даже 300 теңгенің айналасында соктар бар. Порошоктың бағалары примерно осындай тайт, жидкий порошок $17.94 тұрады. Ол дегеніміз где-то 5000 теңгенің айналасында. Мынандай кішкентайы 4000 теңгенің айналасында тұрады порошок.
мындай арзан порошоктар бар, где-то 3000 теңгенин айналасында. Примерно туалетный бумаганың бағалары мына жерде так 1, 2, 3, 9 штугы $10 тұрады. 3000 жарымның айналасында, $3500 тұрады. Әжетханаға арналған қағаз. Міне, мына жерде 6 штугы $7. Где-то 2000. Міне, Nutella деген шоколад біздің Қазақстанда да сатылады. $48 тұрады. Примерно 1100 теңгенің айналасында. Ал Lays, міне үлкен Lays $3 тұрады примерно. Міне осында 1000 теңге тұрады. 1100 теңгенің айналасында. 2 литрлік Pepsi $1.25 тұрады. Где-то 400 теңгенің айналасында. 400-500 теңгенің айналасында. Ұнның бағалары мына жерде көрсетіп жіберейін. Где-то 5 килограмм ұн $3.98 тұрады, где-то 1500 теңгенің айналасында. Кішкентай ұндар бар, мына жерде где-то 2 килограмм айналасында, где-то 800 теңгенің айналасында. Қанттың бағасы 5 килограмм қант $5 тұрады, где-то 1500 теңгенің айналасында. Мындай кішкентай қанттар, где-то 1 килограмм қант, 1 килограмм емес 400 грамм қант, где-то 700 теңге. Америкада макарондар көбі килограмм болды. Мынандай міне где-то 400 граммы, где-то 500 теңге тұрады. Ең үлкен макарон где-то 2,5 килограмм, 1600-1700 теңгенің айналасында. 400 грамм макарондар, 800 грамм макарон $1 тұрады. Тұздың бағасы где-то 800 грамм тұз 84 цент тұрады, ол примерно 300 теңгенің айналасында. Бананның бағасы 22 цент тұрады, где-то бір осындайы 80 теңге. Ең арзан Америкада банан деп ойлаймын. Міне жаңа айтып кеткенде ең арзан нандар ол осы $1 тұрады. Міне батон. Ең арзан осы батон. Жалпы түсіргенім осы. Біз білетін тамақтарды ғана түсірдім. Ұнап жатса лайк басыңдар, каналыма қосылып, сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар. Рахмет, сендермен болған Асхат Америкадан. Сау болыңыздар.